Абылай ханның балалық шағы туралы не білесің? Билікке қай жылы келді? Абылай ішкі саясатты қалай жүргізді? Абылайдың арманы қандай болды? Ол қай жерлерде ағаш үйлер салды? Абылай туралы қандай шығармалар бар? Сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Абылай ханның балалық шағы туралы не білесің? Бұхар жыраудың «Эй Абылай, Абылай» өлеңі тарихи құнды дерек. Себебі өлеңнен Абылай ханның өмірі жайлы көп мәлімет алуға болады. Абылайдың азан шақырып қойған аты Әбілмансұр. Үргеніштегі қырғыннан кейін Ораз аталық Әбілмансұрды Түркістанға Төле биге апарып тапсырады. Сол кезде Әбілмансұрға Сабалақ деп лақап ат берген болатын. Кейіннен бір ұрыста атасы Абылайдың атын атап жауға шапқаннан кейін Абылай атанып кетеді. Абылай хан дастанында бір күні жылқы ішінде отыр еді, бір қызыл атты келді. Сөйтсе ол қанжығалы қарт Бөгенбай екен. Ол Төле бидің ауылын сұрай келіпті делінеді. Төле би Әбілмансұрды хас төренің қалыбы екен, патша ізетті екен деп сипаттайды. Қазақтың Төле би, Бөгенбай секілді кемеңгерлері жас ханзаданың тәрбиесімен айналысады. Бұл 1724 жылы қазақтың бірлігі бұзылып, жан-жақтан жау аш қасқырдай тартып жатқан Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама заманында болған оқиға. Қазақ мемлекетінің болашағын ойлаған азаматтар төре тұқымынан елдің басын құрып, 300-ді басқаратын тұлға іздейді. Осылайша Әбілмансұр ел алдындағы жауапкершілікті 12 жасынан бастап арқалайды. Абылай хан билікке қай жылы келді? 1771 жылы Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде 300 ақсүйектері, Түркістан мен Ташкенттің әкімдері Абылайды ақ киізге көтеріп, хан етіп сайлайды. Абылай ханның билігі қазақтың көп бөлігіне жүрді. Абылай ішкі саясатында қандай шаралар жүргізді? Абылай бір орталықтан басқарылатын тәуелсіз мемлекет құру жолында күресті. Сот билігін күшейтті. Билікте қазақ билері мен қазақ батырларының беделіне арқа сүйеді. Қазақтар арасындағы қақтығыстар мен барымтаны тоқтатты. Қазақтардың егіншілікпен, балық шаруашылығымен айналысуына қолдау көрсетті. Абылай Ресейден үй салу үшін шеберлер мен егін шаруашылығының қыр-сырын үйрететін мамандар жіберуді сұрады. 1764 жылы Абылайдың өтінішімен Қазақ хандығына 10 орыс шаруасы жіберіледі. Олар қазақтарға егін шаруашылығымен айналысудың қыр-сырын үйретеді. Абылайдың арманы қандай болды? Ақтық сәтінде «Хан ием, не арманыңыз бар?» деп сұраған Бұхар жырауға Абылай хан «Үш арманым бар. Біріншісі, елімді бейбіт өмірге жеткізсем деп едім. Екіншісі, халық жер қызығын көре алмады, қала, кент сала алмадым. Үшіншісі, елдің басын біріктіре алмадым» деген екен. Абылай хан қай жерлерде ағаш үйлер салды? Абылайдың ағаштан салынған 2 ордасы болған. Біреуі Жаман Жалғызтауда, екіншісі Көкшенің өз басында. Абылайдың екінші қысқы ордасы ханның қызыл ағашы деп аталатын жерде Бурабайдың теріскейінде болғаны тарихи әңгімелерден белгілі. Әсем Көкшенің орталығы Көкшетау қаласында Абылай ханға арнап ескерткіш орнатылған. Абылай туралы қандай шығармалар бар? Тарихи жырлардың тұтас бір бөлігі Абылай ханға арналады. Олардың ішінде Шоқан жазып алған Абылай туралы жыр, Көкбайдың Сабалақ, Абылай хан әңгімесі деген жырлары, Олжабай Нұралыұлының Сабалақ Абылай хан деген жыры, Мәшһүр Жүсіптің Абылай ханның ең алғашқы ауызға ілініп көзге түскені, Абылай Аспас Арқаның Сары белі сияқты ондаған жыр. Бұл жырлардағы Абылай ханның асқақ бейнесі оның 18 ғасырдың ең көрнекті тұлғаларының бірі болғанын дәлелдейді. Шоқан Уәлихановтың зерттеулерінде былай делінеді. Қазақтардың аңыз әңгімелерінде Абылай айрықша қасиеті бар киелі, керемет құдірет иесі болып саналады. Ешбір ханның Абылайдай шексіз билікке қолы жеткен жоқ. Ол ру басылар мен сұлтандардың өр көкірек үстемдігіне тыйым салды. Абылайдың арманына
Қазіргі Қазақстан қол жеткізгенін ерекше мақтан тұтып, ішкі ынтымағымызды, сүттей ұйыған татулығымызды сақтауға қызмет ету баршамыздың парызымыз. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев.